Шымкентте көші-қон қызметінің қызметкерлері мұқтаж жандарға мобильді қызмет көрсетеді. Полиция қадамдық қолжетімділікте. Шымкент қаласының көші-қон полициясының қызметкерлері бұрыннан осы қағида бойынша жұмыс істеп келеді. Инспекторлар қаланың халыққа қызмет көрсету орталықтарында кезекшілікте болады және олардың көмегіне мұқтаж адамдарға өздері барады. Удостоверениеңізді алып келдік, ата. Міне ата сіздің жеке куәлігіңіз шықты. Өзіңізге қолыңызға табыстады. Атамыздың денсаулығына байланысты бұл жаққа өзі бара алмайды. Сіздерге үлкен рахмет. Қызмет алушылар мүмкіндігі шектеулі адамдар және қарттар. Мұндай адамдарға көші-қон полициясының қызметкерлері мобильді қызметтер көрсетеді. Маған берсеңіз, мен оны кісіні үйіне апарып берсем. Себебі ол кісінің мұнда келетін мүмкіншілігі жоқ. Я инвалид первой группы, у меня была утеря на удостоверение. И вот сейчас мне принесли домой, мне не пришлось ходить. Хочу поблагодарить сотрудников миграционной полиции и Аль-Фарабийского ЦОНа за то, что они сами приехали, привезли мне удостоверение. Большое спасибо вам. Полицейлерге бірінші топтағы мүгедек қыздың анасы да алғыс айтты. Вот у меня ребенок инвалид первой группы. Я собирался пойти взять ее удостоверение, поскольку ей уже приготовили. Но сотрудники миграционной полиции принесли Аль-Фарабийского района. Рахмет, большое спасибо. Ерлі-зайыпты Шамрат пен Ырсай Шарахметовтарда көші-қон полициясының қызметкерлері үйде қызмет көрсеткен тұрғындар қатарында. Отағасы 87 жаста, ал оның жұбайы 80-де. Қарт ерлі-зайыптылар Қазақстан Республикасы азаматтарының куәлігін алды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі Ерлан Заманбекұлының тапсырмасына сәйкес жұртқа жақын полиция қағидасы негізінде Қаратау ауданы полиция басқармасы көші-қон қызметкерлерімен Қаратау ауданында тұратын мүмкіндігі шектеулі жандардың, қария кісілердің үйлеріне барып, оларға әзірленген, дайындалған паспорт, жеке куәліктерін табыстау жұмыстары жүргізілуде. Ондағы басты мақсат қандай да бір көмекке мұқтаж жандарға құжаттарын тапсырып, қол ұшын көрсету, яғни қарапайым халыққа жақын болу. Полицейлердің айтуынша бұл іс алдағы уақытта да жалғасын табады.